Бұрында айтатын еді, 30-ға дейін досыңмен араласасың, 30-дан кейін туысыңмен араласасың, 40-тан кейін құдаңмен араласасың деп. Сонда, жоқ, біздің до конца родной братья, салам алейкум деп осылай жүргенбіз. Бірақ өмірдің, қатыгез өмірдің шындығы мен шынайылығы өзінің ағымына қарай жүргізіп қояды екен. Қаласаң да, қаламасаң да. Сен уже бұрынғыдай достарыңмен барып үйіне барып айқайлап, боралап, ысқырып, шақырып алып, құшақтасып кете алмайды екенсің. Мына жерге неге келе алмай жатсың деп сен оған ренжи алмайды екенсің. Ренжуге ақың да жоқ екен даже. Өйткені сен оны түсінесің. Артында оның қаншама отбасы бар екен, қаншама тірлігі бар екен. Сондай бір келуге мүмкіншілігі болған жағдайда келе алмай тұрған барлығын уже өзің ұғып, өзің түсіне береді екенсің. Ал сенің жігітшілікте бірге өткен дәуірің, бірге ойнап күлгенің, ол душада тұрады. Душада ше. Бәрібір от души ол досың, достарыңды сағынып тұрасың да, бір көріп, бір әңгіме мауқыңды бассын келеді. Сондай от души деген достар жүректе болады. Сол душадағы шынымен деген достарға жіберіп қояқшы. Бауырлар, достар әрқашан отбасы үшін, өзі үшін аман болсын. Нешеде келесің ал таңертең? Кет көріп бар. Барған жеріне баянды. Без комментарий. Он жарым. Без комментарий. Дым жоқ дейсің ғой да? Без комментарий. Биылға дым жоқ па? Дым жоқ. Әдем настроение ғой, машаллаха. Шынымен Амангүлді сөйтіп. 45-тегі жігіт деп айтпайсың мынаны, яғни. Адам көңілді болып жүргенде жасарады деген рас та? Рас.